Сауран аудандық мәслихатының депутаты Ақ Жол партиясынан сайланған Мақсут Сайтмұхтарханұлы Хаджиев Ескихан ауылының тұрғындарымен жеке қоғамдық қабылдау өткізді. Қабылдау барысында ауыл халқының өтініш тілектері мен әлеуметтік мәселелеріне қатысты ұсыныстарын тыңдады. Bir бақшаның құрылысы işler başlanады. Ayda yaxshi katta baqchaning qurilishi boshlanadi. Ana shu aylanada sizlar bilan shaqabarasizlar. Investor tayyor, ishni boshlayman debdi. Proyektisi barchasi tayyor. Жиынға Ескихан ауылдық округінің әкімі Дилшат Саитов және ауыл тұрғындары қатысып өздерінің көкейкесті мәселелерін жеткізді. Атап айтқанда ауыл халқы ауыз су, электр жарығы, жолды асфальттау және балаларға арналған ойын алаңшасын салу мәселелерін көтерді. Шешілмей жатқан свет мәселесі. Свет 30 жыл меға шешілмеген соң, үкіметтің өтпеген. Сон мынау депутаттар ауыл әкімін не өткізіп берді. Жолларға қиыршақ не төкіп берді. Су мәселесі, газ мәселесі өте бір Құда қаласы өте алғысымыз шексіз осы жігіттерге. Құда қаласы енді асфальт келеді деген не бар? Тай ол центральный көшелерге төкіп берсе, асфальт істеп берсе, одан да нұр үстіге нұр болар еді. 8-ші шақырылымдағы мәслихат депутаты Мақсут Сайтмұхтарханұлы Шұңқыр арық учаскесінен сайланған белсенді халық қалаулысы. Бүгінде ол ауыл тұрғындарының талап тілегін орындау бағытында нақты жұмыстарды жүзеге асырып келеді. Соның бір айғағы Ескихан ауылдық округіндегі инфрақұрылым мәселесі өзекті болып отырған Таукехан көшесіне барып, ондағы жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысты. Тас жол төселді, астамасы қойылды, Светтер қойылды, столбалар жаңадан қойылды. Таукехан көшесінде 100-ден астам үй орналасқан. Мұнда жолға тас төселіп, 3 учаскеге жаңа электрик бағаналар орнатылды. Сонымен қатар алдағы уақытта дәл осы көшеде жарықтандыру мәселесі толық шешу депутаттың басты мақсаттарының бірі. Ұлдархан Олиханқызы, Ерболат Керей, Сақ ақпараты.